Қазақстан Республикасының аумағында ағымдағы жылдың 18-21 ақпан аралығында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Шымкент қаласы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығының орынбасары полиция подполковнигі Майрих Дәурен Мырзалыұлы. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен бекітілген жедел профилактикалық іс-шаралар және арнайы операциялар өткізудің 2025 жылғы 1 тоқсандағы жедел профилактикалық іс-шаралар мен арнайы операциялар өткізу кестесінің талаптарын орындай отырып, жолдардағы апаттылық деңгейін төмендетуге, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу мақсатында 2025 жылдың 18 ақпаны мен 21 ақпан аралығында қауіпсіз жол айдары мен жедел профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылуда. Құрметті қала тұрғындары және қонақтары, осы іс-шара аясында жол ережесін бұзбауға және де құқық бұзушылықты қатаң сақтауға, өзіміздің азаматтық деңгейімізді жоғары дәрежеде ұстап, осы біздің полиция қызметкерлеріне көмек көрсетуді сұранамыз. Іс-шараның негізгі мақсаты жол көлік оқиғаларын алдын алу және олардың санын азайту. Атап айтқанда, көлік құралдарын мас күйінде басқару, қауіпсіздік белдігін тақпау, бағдаршамның тыйым салынған тұсіне өту секілді. Аталған кемшіліктер анықталған жағдайда тиісті шаралар қабылданатындығын айтты. Амир мырза, қазір қала аумағында 18 ақпан мен 21 ақпан аралығында республика көлемінде қауіпсіз жол атты іс-шара жүріп жатыр. Автокөлік басқару кезінде қауіпсіз белдігін тағып, жол жүріс ережелерін сақтап, абайлап жүруіңізді өтінемін. Жақсы, жолыңыз болсын. Полиция қызметкерлердің жұмысы көмегінен шығады ма? Әрине. Жаңалықтары жоқ па? Көмегінен шығады. Тәртіп басқарып жүр, қарап жүр, керек жерде қадағалап. Осыған байланысты жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіздік талаптарын орындауға және жауапкершілік танытуға шақырамыз. Жол қауіпсіздігі әр азаматтың ортақ міндеті. Әділ Елібай, Дидар Аязхан, Азат Ньюс ақпараттық агенттігі.